Все будет хорошо, да? Саламатсыз ба? Есімім Айсара, жасым 40-та. Осы жолға күйге шыққаныма 2 жыл болды. Ақтау қаласынанмын. Осы қыс айында Гүлнар Аспановна деген керемет кісі Ақтау қаласына келіп консультация өткізген болатын. Сол кісіге барып жазылып, қаралып, сол кісі маған экоға жүгінесің деп айтқан болатын. 2 жыл болды бала сүйе алмай жүргеніме. Сол кісінің айтқан сөзін екі етпей, сразу тек 9 жасар балам бар өзім жалпы негізі. Сразу осы Астанаға ұшып келдім. Июнь айында осы Ақтауға келіп, жаңаға келіп, документтерім тапсырып, емделіп бастадым. Как раз мына жақта осы РМ клиникасында 10 тегін эко ойнатылып жатыр екен. Соған дәл түсіппіз. Құдай итеріп келген болар. Айсара — победительница конкурса на 10 бесплатных программ ЭКО от РМ. Она уже собрала документы, анализы, и сейчас мы готовимся на первый этап стимуляции, овуляции, который начнется со 2-го дня менструального цикла. Осы Астанада 2 ай бойы жатып емделдік. Жаңаға өте керемет, жоғары білікті маман Гүлнар Аспановна. Сол кісіге тап болғанына өте қуанам. Өте жақсы кісі. Айсара, сегодня у нее пункция. Выросло у нас 5 фолликулов. Пожелайте нам удачи и успехов. Получили 8 яйцеклеток, и следующий этап у нас перенос эмбриона в полость матки. Жүрегі мейірімге толы, сондай өз ісінің маманы, барлық этаптан аман есен сүрінбей өтіп, кеше енді завершающий этап дейді ғой, сол этаптан кеше аман есен өтіп. Обещаете нам забеременеть? Алла жаса. Молодец. Сәтті болсын. Будем стараться. Сегодня настал тот день X, и Айсаре мы переносим эмбрион. Победительницы акции 15 бесплатных программ ЭКО. Обязательно, пожалуйста, забеременейте. Мы так ждем. Хорошо. Смотрите, Айсара, мочевой пузырь, маточка, полость матки. Вот эта точка, питательная среда, в которой наш малыш. Перенос прошел хорошо. Мы все старались, вся команда наша. Вот так вот. Теперь ждем. Каждый день нам тесты высылаете, хорошо? Хорошо? Завтра увидимся. Қолыңыз жеңіл екен. Сәттілік сізге. Все будет хорошо, да? Сейчас у нас вот есть плодное яйцо, есть желточный мешок. Срок беременности где-то 3-4 недели. Ұтыстың егері болдым. Жолдасым екеуміз қуандық, өте қатты қуандық. Сол осындай қыз келіншектерге осындай керемет мүмкіндік берген РМ клиникасының генеральный директоры Тамара Мұхтаховнаға айтар алғысым шексіз. Алла сізге, қолыңызға күш қуат берсін, отбасыңызға береке тілеймін. Осындай РМ клиникасының 30 жылдығын тойлағалы жатыр деп естіп жатырмын. 30 жылдықтарыңыз 100 жылдыққа ұласын. РМ клиникасының барлық қызметкерлеріне ақ халатты абзал жолдарымызға айтарым. Тек еңбектеріңіз еленіп, тек жұмыстарыңыз жемісті болсын. Рахмет үлкен. Айтар алғысым шексіз сіздерге.